بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала баршамыздың құлшылық ғибадаттарымызда, тілеген тілек дұғаларымызда Алла қабыл етсін. Қажылықтан алдын сабағымыз тоқтаған болатын. Аман есен қажылыққа барып келдік. Енді сабағымызды жалғастырамыз иншалла. Біз өткен дәрісімізде имам Абу Баракат ан-Насафидің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қатысты аяттарға біз тоқталып өткен болатынбыз. Бұл аяттарда біз тікелей қабылдайтын болсақ, Мұғтазилиттер секілді пайғамбарлар күнә жасайды деген секілді тұжырымға біз барған болуымыз керек болады. Бірақ мәселе олай емес. Мысалы, өткен жолы біз аятта «Уастағфир ли занбика». Егер бұл аятты біз аударатын болсақ, «Ей Мұхаммед, күнәңа истиғфар сұра» дейді. Яғни пайғамбар күнә жасаған болып тұрды. Және оған пайғамбардың истиғфар тілеу керек болып жатыр бұл аятты түсінетін болса. Енді бұл аятты, міне осындай аяттарды негізге алып, мұғтазилиттік ағым не деген? Пайғамбарлар пайғамбарлық келмей тұрып не істейді? Күнә жасайды деген секілді кейбір тұжырымдарға барған. Кейін енді имам бұған қатысты өзінің тұжырымдамаларын айтып кетті. Біз өткен дәрісімізді айтқан болатынбыз. Бүгін соның жалғасы. وَعِنْدَنَا يَجُوزُ مِنْهُمَ الذَّمْ قَبْلَ الْوَحِي نَادِرًا. Енді Матурди сенім мектебі айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдарға, пайғамбарларға уахи келмей тұрғанда, олардың қателік жасауы мүмкін нәрсе дейді. Яғни міндетті емес ол. Ықтимал. Жаңағы адамның алейхиссаламның жеме деген ағаштан жеп қоюы, біздің тілмен айтқанда байланысып тұрған екі адамның арасына түсем деп, ажыратам деп біреуін құлатып, мерт қып алуы Мұсаның, міне мына жерде Мұса кісі өлтірді, ана жерде адам Алланың бұйрығына қарсы келді, демек бұлар күнә жасады деген секілді тұжырымға барғандар болған. Бірақ біз айтамыз, олар қателікке бой алдыруы мүмкін, бірақ ол өте сирек жағдай. Сондықтан негізінде пайғамбарларда пайғамбарлыққа дейін, пайғамбарлықтан кейін де күнә жасамайды деп естуіміз керек, қабылдауымыз керек. Ал енді кейбір қателіктер дүниелік істерде қателесуі ол, яғни яжузу индана, яғни бізде мүмкін болған істерден дейді. لأنه قبل الوحي لا يجب على الخلق قبول قولهم. Өйткені пайғамбарлық келмей тұрғанда пайғамбарлардың сөзін қабылдау бізге міндет болмайды. Мысалы, қалай деп айтсақ, қазір енді пайғамбарымызға пайғамбарлық келмей тұрғанда ол кісі бір нәрсені айтатын болса, о адамдар деген секілді. Оған Алладан аят түсіп, оның елші екендігі анықталмайынша, оның сөзін қабыл ету біздерге міндет болмайды. فَلَا يَشْتَرِطُ الْعِصْمَةُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْوَحْيِ. Сондықтан кейбір көзқарас пайғамбар болмай тұрғанда олардың күнәдан пәк болуы ол шартты нәрсе емес деп не істейді? Осындай тұжырымға келген. Яғни бұл көзқарас, тұжырым қатып қалған қағида емес. Сондықтан біз пайғамбарлар пайғамбарлыққа дейін де, пайғамбарлықтан кейін де күнә жасамайды деп не істеуіміз керек? Айтуымыз керек. Енді ол жаңағы қателіктер ол сирек болса да болуы не? Ол мүмкін нәрсе. Тіпті болған жағдайдың өзінде пайғамбарлық келмей тұрғанда оның сөзін, қандай да бір ісін
қабылдау бізге не міндет болмайды. Сол тұрғыдан алған кезде. فلو جازت المعصية عليهم لجاز الكذب عليهم لأنهم معصية وحينئذ لا تلزم الحجة ولا تتضح المحجة لأنه لا يعتمد على خبرهم لاحتمال الكذب في خبرهم وإنما أرسل الرسل ليقطع حجة العباد وذا إنما يكون إذا كان على خبرهم الاعتماد. Енді олардың қақында өтірік айту бола ма, болмай ма десе, бұл да мүмкін іс, алайда пайғамбарлар ешқашан өтірік айтпайды. Себебі пайғамбарымызға пайғамбарлық келмей тұрғанда ол әмин, өте сенімді деген атқа лайықты болған. Егер пайғамбарымыз қай бір жағдайда пайғамбарлық келмей тұрып өтірік айтқанда, пайғамбарымыздың өтірігі шығып қалған болар еді. Сондықтан пайғамбарлар өтірік. Бірақ енді жаңағыдай күнә, өтірікті күнә деп алатын болса, яғни бір қателік деп алатын болса, онда ол пайғамбарларда, яғни пайғамбарлық келмей тұрғанда мүмкін іс деп қарастырылады. Қала Аллаху тағала, Алла тағала айтады, өйткені олардың хабары негізге алыну керек. Негізге алыну керек болғаннан кейін олардың бойынан ешқандай бір өтірік көрінбеу керек. Русулан, Алла елшілер жіберді, мубаширин, сүйіншілейтін, адамдар деген секілді. Қаншама хабарлар келді, жәннат туралы, ондаған нығмет туралы. Уамунзирин, және олар ескертуші болып келді. Ескертулер келді біздерге қаншама. Арақ ішкен адамның, зина жасаған адамның, өтірік айтқан адамның, иман келтірмеген адамның, 200-лік жасаған адамның ертең қияметте қандай азабы болатындығы туралы хабарды жеткізіп келді. Олар мунзир дейді, ескертуші, және сүйінші хабар беруші дейді. Лиалла якуна линнаси алаллахи худжатун. Ертең адамдардың алдында Алланың дәлелі худжаты болушы. Бағдар русул, яғни пайғамбарлардың. Яғни біз естімедік, біз білмедік дегенде Алла тағала сендерге елші жіберген едік, сендерге хабарымызды жеткізген едік, ескертуімізді білдірген едік, сүйіншімізді хабарлаған едік деген секілді негізде естеді пайғамбарлар жіберіп қойған. Сондықтан бізде үзір жоқ. Ешкімге. Бүкіл пайғамбарлар адамның басында бар сынақпен Алла сынаған. Бүкіл пайғамбарды. Мысалы, ауру деп алатын болсақ, ауру пайғамбар болған. Аюб алейхиссалам. Кедей пайғамбар десек, Иса алейхиссалам. Баласы көп пайғамбар, баласы жоқ пайғамбар. Патша пайғамбар, патша емес пайғамбар. Барлығы. Ертең біреу мен патша болдым десе, Сүлеймен де патша болдым. Ертең мен ұста болдым, қалай мен деген кезде плотник болдым деп. Дәуіт ұста болған. Біреу айту мүмкін, ертең мен көп бала шағам болды, оны баған бабы, не істеймін деген кезде бала шағасы көп пайғамбар болған. Олар да қызметін қылған бала шағасына сынады. Мен сен маған бала бердің да, оны көзім тірісінде алып қойдың. Мен сонымен стресске түсіп кеттім дейін десек, пайғамбарымыздың 7 баласы болған, 6-ауын көз тірісінде алған. Барлық, бізде үзір жоқ. Бізде үзір жоқ. Сондықтан Алла тағала бізге өз жынысымыздан, яғни сізбен біз секілді адамнан болған елшілер жіберген. Шаршаған кезде ұйықтай демалатын болған. Қарындар ашатын болған. Сөйтіп кәсіп қылатын болған. Қандай бір затын жаңағы залогқа қойып, жаңағы қарызға продукт алған пайғамбарымыз ас ауқат алған. Дүкеннен бар. Бәрі бар. 2-3 күн тамақ таппай, қазан көтерілмеген айлап күндері болған. Ауырған кездері болған, сиқырланған кездері болған. Бәрі.
Сондықтан бізде үзір жоқ, құрметті жамағат. Мен андай жұмысты істеймін, мен мындай жұмысты істеймін. Бәріне адам не істеу керек? Ыңғайлану керек. Алла тағала Құранда не деді? Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Алла адам баласына шамасы келмейтін нәрсені жүктем. Бізге Алла қажылықты фарз еткен болса, ол өмірде бір мәрте ғана, оның өзінде шамасы жеткен адам. Тіпті қара жеті жетіп тұрып, денсаулығы болмаса, ол да бара алмайды. Денсаулығы болып тұрып, басында бостандығы болмаса, ол да бара алмайды. Құдай жеңілдетіп қойған. Ертең сен жағдайың болды, неге денсаулығың болды, неге бармайдың десе, я Раббим, мен қамауда болдым, бара алмадым. Түсіндіңіз бе? Намаз да сол жеңіл. Мысалы, Алла тағала бізге айтқанда, әр күні таңертең таң атқаннан күн шыққанға дейінгі аралықта кем дегенде 10 километр, 10 шақырымнан жүгіріп тұруларын фарыз деп бекіткенде не болатын ек? Болмаса, әр күні таң атқаннан күн шыққанға дейінгі аралықта әрбір мұсылманға 100 мәрте серпе, отжимание жасау фарыз болды десе, не істейтін еді? Жарайды, ербал жасай алады, бұл бауырымыз жасай алады. Ақсақалдар не істейді? Апалар не істейді? Жарайды, бұл кісі таңертең жүгіреді 10 километр, бұл қажекең жүгіреді. А мен не істейді? Анау жаңағы аяқ жоқ адам не істейді? Арбада отырған адам не істейді? Қартайып отырған. А намаз бәріне нәтиже. Жүре алмайсың ба, отырып қойсын. Отыра алмайсың ба, жатып қойсын. Дәрет ала алмайсың ба, таяқ соғасың. Қарашы, қандай жеңілдетіп болады. Дәл ораза келіп қалғанда ауырып қалдың ба, сапарда болып қалдың ба, ашып жібересің. Рамазан өткеннен кейін, сапарың аяқталғаннан кейін сол күндерді орнына қойып бересің. Жеңілдестіріп қойған. Әр қайсымызға күніне 100 кило, 150 килограмм кір тасын көтеруде фарыз қылып қойғанда не болатын ек? Біреуіміз істеп, біреуіміз істеп. Ал намаз деген кез келген адам, басшыдан бастап анау қосшыға дейінгі адамның қолынан келетін нәрсе. Кез келген адам. Кез келген адам. Енді себептер бар ғой, әртүрлі жағдайлар бар, мысалы, оқи алмай қалуы мүмкін, бірақ оның кейін несін, қазасын өтеп береді. Мысалы, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін адамның басында. Мысалы, 10 күн комада жатты. 10 күннен кейін есің жинады. Намаз оқылмаған 10 күн бойы. Оқисың сол 10 күн намаз, есіңе келіп, аяғыңнан тұрғаннан кейін. Осындай жағдай. Өйткені сен оны әдейі істеген жоқсың. Ол сенің қалауындағы нәрсе емес. Осындай жағдайлар болды. Сондықтан Алла тағала бізге барлық нәрсені не істеген, жеңілдетіп қойған. Қарашы, зекет. Тапқан табысының, тапқан дүниеміздің еліге тұрған 40-тан бірі ғана. А 50 десе не істейтін ек? Зекетті 50 қыласыңдар десе не болады? 100 теңге тапсақ 50 теңгесін беру керек болады да. 40 қойымыз болса 20 қойды беру керек болады. 50 қой болса 25 қойды беру болады. Ойлашы. А 40 қойдан бір қойды ғана шығарасың. Жеңілдестіріп болған. Алла тағалаға біздің ниетіміз, ықыласымыз ғана керек. Сондықтан шайтан айтты ғой. Илля ғибадака минал мұхласин. Сенің ықыласты мұхлис құлдарыңнан басқа құлдардың бәрін қақ жолдан тайдырам деді. Мұхлис құл ғана ол не? Шайтанға жем болмайды. Шынайы болған кезде. Ва ауал әмбияу адам. Ауалул әмбия адам. Пайғамбарлардың ең алғашқысы ол Адам алейхиссалам. Адам ол пайғамбар. Енді оны пайғамбар емес дейтіндер бар. Ол пайғамбар. Уахирухум Мухаммад саллаллаху алейхиссалам. Осы пайғамбарлардың соңғысы ол Мухаммад саллаллаху алейхиссалам. Сондықтан біз осы екеуінің арасында өткен бүкіл пайғамбарларға иман келтірдік деп айтамыз.
وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. Әлен сол пайғамбарлардың ішіндегі абзалы ол Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Оған Алла тағаланың мына сөзі дәлел. Күнтум хайра умма. Сендер үмметтің қайырлысы болыңдар. Бізге айтып жатыр. Біздің түріміз мынау. Алла бізге не деп жатыр? Сендер анау Адам алейхиссаламнан бастап осы жер бетінде келген үмметтің ішіндегі ең жақсысысыңдар дейді. Біздің түріміз мынау қазір. Енді сол жақсы болу не дейді? فَلَمَّا كَانَتْ أُمَّتُ خَيْرُ الْأُمَمِ كَانَ هُوَ خَيْرُ الْأَنْبِيَا. Демек, бұл үммет қайырлы үммет болса, онда бұл үмметтің пайғамбарлығы да қайырлы пайғамбар деген сөзді. Яғни, бұл үммет басқа пайғамбарлардың үмметінен артық болса, демек, бұл үмметтің де пайғамбар артық дейді. Сондықтан біз басқа үмметтен пайғамбарымыздың артық болғандығы үшін ерекшеленіп тұрмыз. Біз қайырлығымыз неде? Артықшылығымыз Мұхаммедке үммет болуда ғана саналамыз болды. Осы ғана біз бір прическа қойғандығымыздан, болмаса жаңағыдай мына қымбат қазіргі заманауи көлік мінгендігімізден, ұшақта ұшқандығымыздан, намаз оқығандығымыздан, ораза ұстағандығымыздан, қажылық жасағандығымыздан емес. Біздің артық болуымыз неде? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға үммет болуымызда. Болды. Біз қайырлы үммет болдық. Бізге Мұхаммед пайғамбар болып берілген үшін саллаллаху алейхи вассалам. وَلِيَنَّ الْإِنسَانَ إِمَّا أَن يَكُونَ نَاقِصًا كَالْعَوَامِ. Адам мына жерде үш түрге бөлген. Инсан кәл-ғауам, қарапайым адам. Қарапайым адам. Ол нақыс. Қарапайым адам болғаннан кейін ол нақыс. أو كاملا غير قادر على التكميل كالأولياء. Екінші түрлі адамдар бар. Бұл кемел. Бірінші нақыс адамдар, қарапайым адамдар. Бұл сіз бен біз. Екіншісі кәмел адамдар. Ол әулиелер. Өздерін кемелдікке жеткізе алады, бірақ біреуді жеткізе алмайды. Оның қолындағы ондай құзыреттілік жоқ. Әрекет қой, тәрбиелейді. Ау кәмилән мукмилән кәл әнбия. Кемел еще біреуді кемелдікке жеткізе алады. Бұл пайғамбарлар. Сондықтан адамдар үш түрлі болады. Құдайдың құзырында да біз. Пайғамбарлар, әулиелер және қарапайым мұсылман. Имам Азали өзінің әл-халал вәл-қарам, халал мен адал мен арам мәселесінде былай деп айтады. Хасанатул абрар сайиатул муқаррабин дейді. Біз жақсы деп жасап жүрген нәрсе әулиелер үшін қателік болып саналады. Түсіндіңіз бе? Әулиелер үшін не болып саналады? Қателік болып саналады. Біз оны не деп істеп жүрміз, жәке? Жақсы деп істеп жүрміз, олар, мысалы айтайын. Мысалы біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы халал стандарт сертификаты тұрса, жібереміз, дұрыс па?
Ал мұқаррабиндер оны жемейді. Бәлкім ана жерде бисмилламен бауыздалғанмен өзіне тиеселі болмаған қойды сойып жүрген шығар. Мысалы, елдардың 100 қойы бар дейік. Оған жәкең барды да 10 қойын қосып қойды, ақшасын беріп қойды. Бұл өз қойын ұстайын деп, қойының ішіндегі жәкең қойын алды да бисмилламен бауыздады. Ол болмайды негізі. Көрдіңіз бе? Сондықтан қарапайым адамның жақсы деп жасап жүргені әулиелер үшін не болады? Қателік болып саналады. Енді ол біздің уровень емес, оны таскияту нәфс. Оны енді жаңағыдай тіпті көп жағдайлар болған. Ғалымдардың басынан өткен. Даже жаңа бәлкім әртүрлі себептер бар, енді оны сондай дәрісте өтесіздер өздеріңіз. Бұл өте маңызды нәрсе. Біз бүгінгі таңда біз ақиданы білуіміз керек. Шариғатты, сол шариғаттың ішінде біз ең бірінші халал вәл харамды білуіміз керек, ғибадаттан кейін. Халал вәл харамды білуіміз керек. Ал бір харам жеген адамның 40 күнге дейін дұғасы қабыл болмайды. Сол 40 күннің ішінде тағы харам қосылған болса, тағы 40 күнге кетесіз. Сөйтіп жыл 12 ай жүрсіз, әлі тазарған жоқсыз. Одан кейін айтасың, мен дұға қылып жатырмын, дұғам қабыл болмады. Қалай дұғаң қабыл болды деген, сен ішкенің харам болып жатса. وهذا الكمال والتكميل في القوتين قوتي النظرية والعملية ورأس الكمالات المعتبرة في قوة النظر في معرفة الله تعالى. Енді жаңа жерде біз адамдарды 3 санатқа бөлдік. Пайғамбарлар, әулиелер, қарапайым адамдар. Енді бұның артық болуы неде деген кезде Алланы тануды екен ғой. Және амал етуде дейді. Осы екі нәрседе дейді. Адам, қарапайым адам уәли бола алады. Яғни әулие бола алады. Алланы тану, амал ету арқылы. Ол атадан балаға берілетін тұқым қуалайтын нәрсе емес ол. Оған не керек? Сана және амал керек. Тақуалық керек қой. Тақуалық керек. Уақуатыл назария ол Алланы тану, уақуатыл амалия тағатулла, Аллаға құлшылық ету, бойсыну. Әрбір нәрседе. ومن كانت درجته في كمالات هاتين المرتبتين أعلى كانت ولايته أكمل. Енді кімнің дәрежесі осы деңгейде болса Алланы танумен, оған бойынсынуда. Бұл онда оның Аллаға уәли болуына лайықтырақ адамның деңгейі болып есептелінеді. Алла оны немен сияпат береді, біз оны білмейміз. Бірақ мақсат ол емес. Карамат дейміз бе біз? Ол карамат деген Алланың пендесіне беретін сыйы, уәли пендесіне. Бірақ мақсат ол болмау керек. Егер сен сонымен алданып қалсаң, онда негізгі мақсатты жоғалтқан бол, сен уәлилік. Яғни уәли деген ол Алланың досы деген сөз. Ол сен Алланың досы болғаннан кейін
саған еш нәрсе болмайды. Саған біреу кезеніп тұрып мылтық атса да, ол тимей кетеді да. Мысалы, сіз президентке дос болсаң қазір, біраз нәрсе өзгере ме, өзгермей ме? А сен әлемдердің Раббысына дос боласың да. Енді біз президент деген кезде ол бір белгілі бір шеңберде ғана не істей алады, құзыреттілігі бар ғой, дұрыс па? Саған президент болса да, саған шипа бере алмайды. Құдай басыңа бақытсыз қылып жазып қойған болса, сені бала қылып алса да бақытты қыла алмайды. Көрдіңіз ба? Ал сен әлемдердің Раббысының досы болсаң, ол бүкіл нәрсенің егесі болған затты. Сондықтан ол, мысалы, ол әулиелерге қатысты көптеген қиссалар өткен ғой. Мысалы, Омар радиаллаху анхудың Мәдинаның мінбарында тұрып, Сария деп айғай салған, сонда 600 шақырым жердегі мұсылман әскерін бастап барған қолбасшыны көріп тұрған сөйтіп. Артыңды тауға бер деген ғой. Өйткені ана бет жаумен кездесіп отқанда, жаудың екінші бөлігі арттан келіп қалған ғой. Соны Омар бет жұмада құтпайтып тұрып көріп тұрған ғой. Сария дейді, артыңды тауға бер, тауға былай бұрған кезде, мына екі жақтан қарсы алды, жеңіске жетті. А ол дауысты Сарияда естіген әскер басы. Осман радиаллаху анху жұмада құтпайды мешітке кірген адамға қарап айтады ғой. Адамдар мешітке келе жатып та зина жасайды екен ғой. Сонда ана адамның көзінен зинаны көрген ғой. Келе шыққан кезде бір адамның әуретіне қараған, әйел адам, адал болмаған. Соны ананың көзінен көрген. О мысалдар көп. Мысалдар көп, ондай мысалдар. Міндетті көрсетпей қойын, көрсетпей қойын. Кейін көре жатасың. ومن كان الدرجة في تكميل الغير في هاتين المتن أغلى كانت نوبة أكمل. Және уәли дедік қой. Енді кімнің дәрежесі сол уәлилікті кемелдендіруші болса, онда ол уәлиліктен жоғарты, ол пайғамбарлық деңгей. А ол барлығынан жоғары. Сондықтан пайғамбар Алла Тағала Құранында маған нәбиин уас-сиддиқин уаш-шухада уас-салихин деді. Маған нәбиин деді. Кім Аллаға оның бойұсынса деді Алла Құранында, ол пайғамбарлар. Өйткені жәннаттағы ең үлкен мәртебе пайғамбарларда болады. Одан кейін сыддықтарға беріледі. Одан кейін шухада шахидтерге беріледі. Одан кейінгі дәреже әс-салихин, жаңағы әулие, тақуа ізгілерге беріледі. Одан кейін жаңа қарапайым адамдар. Олар бұл орынға көтерілмейді. فإذا ثبت هذا فنقول عند مقدم محمد صلى الله عليه وسلم كانت الشرائع بأسرها مندرسة والحكم بأجمعها منطمسة وثر الظلم بادية والأعلام الجور باقية والكفر قد طبق الأرض بأكنانها أكنافها والباطل ملأها بأطرافها. Пайғамбарымыздан алдыңғы шариғаттар өткенмен дейді, пайғамбарымыз келген уақытта адамзат арсыздықтың шегінде тұрған. Осыны түсіну керек. Исламды қаралай бермей, ислам келгенге дейінгі адамзаттың тарихына бір сәт үңілу керек қазіргі адамдар. Пайғамбар келмей тұрғандағы әлемнің жағдайы деген мәселеге оралу керек. Сен исламға тас атпастан бұрын
Сен ислам келгенге дейінгі адамзаттың жағдайына қарау керек негізі адамда. Құр ұрандата бермей. Қарау керек. Фәл қарабу. Сол исламға келгенге дейінгі бір мәдениет, араб мәдениет. Иттахазу аснама алиха. Әлгі арабтар пұт жасап, соны өздеріне құдай қылып алған еді. Ойлашы, ұстаға барады, пұтты мүсін жасатады, айтады, соған табынады, менің құдайым осы. Ва аттул банат. Қыздарын тірдей көміп жатты. Болды ма? Болды. Кім тоқтатты соны? Сол әдет, сол мәдениетті кім тоқтатты? Көне Мысыр. Фирғауын жылда Ніл өзені таситын, сол Ніл өзеніне бір жас қызды құрбан қылып лақтырады. Яғни былайша айтқан кезде Нілге, өзенге әйел қылып беріп, сөйтіп анау ашуын бассын деп, сөйтіп наным сенімде өмір сүріп кеп жатты. Бұл бір мысалы ғана, көп мысалдың. Ол бізде арабтың ол көп мысалының біреуін ғана айтып отырмыз, қыз баланы тірідей көміп. Ертең менің абыройымды төгеді, тәнін сатады, тегімізге кір жағады деп, туған кезде түрлері солып, әбіржіп, көп бастайды. Уассағи фил ардил біл фәсад адатындай. Жер бетінде сол кезде өздерін мекендеп, жерінде не болды? Азғындық болды. Мысалы, қағбақ тыржалаң аша. Сол жақсы нәрсе ме мысалы? Ислам келді да не істеді? Анау жуынудан бастап, Құдайды қалай жалбарынуға дейінгі аралықтағы нәрсені бекітіп берді. Алла тағала пайғамбарымыздың басшылығымен. Қалай жуынуымыз керек? Қай уақытта жуынуымыз керек? Қалай мәміле жасауымыз керек? Қызға қалай қарауымыз керек? Қыздың орны қандай? Бәрін істеді, көрсетіп берді. Ол фарс. Сол ислам келгенге дейін фарсылар болды. Әлі де бар ол фарсылар. Иштағалу би ғибадатын ниран. Отқа табынды. Сол отты біздің құдай деді, жақсылық құдай, жамандық құдай деп, екі құдай жасап алды. Енді ол бер жағында. Уаватил уммахат вал банат, Алла сақтасын, шешесімен өзінің қыздарына қосылып жатты. Онда тұрған не бар деп. Осындай мәдениет болды ислам келгенге дейін. Сол нәрсені тоқтатқан келді. Хурримат алайкум уммахатукум. Алла аят түсірді. Сендерге аналарың, қыздарың, әпкелерің, қарындастарың деп, әкелерің үйленген әйел деген сияқты үйленуге тыйым салатын нәрселерді ескертті. Ескертті. Түрк деп жатырмыз. Олар да жетісіп жатқан жоқ. Аля тахрибіл билад. Жер жаһанды күйретумен басталады дейді. Біз айтпаймыз жаман болды деп. Мәдениет болды.
Бірақ сол мәдениеттің ішінде адами тұрғыдан қайшы әрекеттер болды. Қайшы әрекеттер болды. Оның қаншасын тізіп беруге болады. Ислам келумен соның барлығы тоқтады, реттелді. Сөйтіп, әлхамдулилля, көзіміз ашылды біз. وجمهور الهند үнді мәдениеті не болып жатыр? Қанша мынау касталарға бөлінді, я? Жоғары тап, ортаңғы тап, төменгі тап. Ананың функциясы бар, мынаның функциясы ана. Ал ислам келді айтты, жоқ, құлдық заман жоқ деді. Сондықтан құл азат ету деген принципті алып келді де, құл азат еткен адамға сауап берді. Сөйтіп сол сауап жолында қанша адам құлдарын азат қылу арқылы сауап алса, қаншама адам өзінің азаттығын алып бостандық алды. Исламның арқасы осында. Бірақ фарсы болсын, түркі болсын, арабы болсын, исламға қайшы әрекет әлі күнге дейін бар оларында. Жаңағы өлген адамды апарып, түзге апарып, қойып шамандарың жаңағы құс жеп кетсе, жақсы адам, жемесе жаман адам деп солай болып жатты. Сол әлі күнге дейін бар кейбір халықтарда. Ат абзелде, ана өлсе атымен, патымен, қатын қалашымен. Енді ол күйеу өлсе, оның қатынның не жазығы бар? Онда өлтіріп бірге көміп, бірге жату керек деген секілді. Бәрін көріп атымыз ғой, тарихи мұралар қазылып, алынып, шариғат кесе жоқ деді оның. Бүкіл жай ғана бір материалға орады, солай апарып жерледеді болды. Оны таққан сағаты, киген киімі, бұйымдарын бәрін алып қалып, оны ұрпақ пайдаланды, тірі адам. Жаман болды ма, жақсы. Қазір джипмен апарып жерлесек, Геленвагенмен апарып жерлесек, Майбахмен жерлесек, Ламборджинисімен жерлесек, жер қалмайды еді ғой. Сондай наным сенімдердің барлығынан бізді арылтып, адами құндылықты алып келді ислам. Осыған адамдар қарау керек. Осындай жағдай болып атты. Осындай жағдай болды жер бетінде. فلما بعث الصادق المصدوق المؤيد بالأعلام الباهرة وبالمعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة. Осындай жағдайда Аллах субхана тағала мұғжизамен пайғамбарды жіберді. Адамзатты арсыздықтан арашалап алу керек қой. Арашалап алу керек қой. Қазірде мысалы сол бар, мысалы ЛГБТ, арсыздық. Адамзаттың тамырына балта шабу. Ол қалай әйелден бала туады, еркектен бала туады? Өспейді олар. Ол сол құрдымға бару, жойылып кету түбі. Арсыздық. Сондықтан пайғамбарымыз Алла субхана тағала пайғамбарды жіберді, мұғжизамен қуаттады, адамдардың ақылына қонатын, ақылы қабылдайтын не істеді? Істерді бекітіп берді, көрсетіп берді. Сондықтан ол құр исламды жамандай бермей, исламның алып келген
құндылықтарын мойындау керексің. Адами тұрғыдан, мұсылмандық тұрғыдан міндетің, ал адами тұрғыдан ол адамгершілігің, адамдығың ол. Осыны айтқым келеді. Құдай қаласа келесі сабағымызда жалғастыратын боламыз. Субханакаллахумма бихамдик ва нашһаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. Ya Allah'ım özüne ғана құлшылық етеміз, өзіне ғана жәрдем сұраймыз. Біздердің құлшылықтарымызды қабыл етіп, қателік күнәларымызды кешірмесін. Берахметик. Аллах.